Перизат Мырзахмет. Өмірдің аты М. Осылайша Қарағандының асфальтын алаңсыз таптап жүрген күндерінің бірінде Перизатқа Алматыдан шақырту келді. Бізге бас редактор керек. ТВ-да тәжірибең болмаса да көмектесеміз. Алып кетесің, миың жетеді. Қарағанды деңгейінде керек болудың, таңдаулы болудың жоспарын орындап тастаған Перизаттың басында Алматыға кету деген идея қонды. Ол жалғыз идея жай жата ма? Былай басталды. Әжемнің мұз құрсауынан құтылып, нағыз еркіндікті сезінейін. Көбірек ақша тауып, отбасыма тұрмысқа шығайын деп жатқан сіңіліме көмектесейін. Алматы нағыз шығармашылық ортасы ғой. Олар мені таңдап тұр. Сөйтіп мен көктем шыға Мейрамға осы ойларын айтты. Мейрамның оқуы әлі бітпеген, студент. Қарағандыдан ары асып көрмеген жас. Бара алмаймын деді. Перизат басындағы идеялар шу-шу етіп менің даусымды естіртпейді. Сөйтіп Қарағандының Бұхар Жырау көшесіндегі Сум деген атақты дүкеннің алдында екеуі еңіреп тұрып қоштасты. 18 мамыр күні Перизат бір сөмкесін плацкарт вагонға салып Қарағандымен қош айтысты. Жолың болсын деген сіңілісімен Бекзат болашақ күйеу баласы бір топ студенті келді. Мейрам келмеді. Мейрам келмеді. 2 айдан соң басқа адамға үйленді. Тойында Перизат барды. Бас үстелде отырған Мейрам екеуі жанармен ұғынысты. Мейрам, сенсіз де бақыттымын. Перизат, Алматыда бақыттымын. Шындығында олай емес еді. Мейрам жарты жылдан соң ажырасып тынды. Ал Перизат аңсап жүрмеген Алматыға үйренісе алмай, ТВ-мен шоу-бизнестің тау толқынына төтеп бере алмай күйзелісте жүрді. Не деген топас тәкаппарлық десеңші. Күйзелісте шешім қабылдауға болмайды. Мүлдем. Ата-ана, бауырлар, дос-жаран алыста. Қарағандыда топтың алды болған Перизат Алматыда арман қуып келген көптің біріне айналды. Таңдаулы емес. Содан Перизат Алматыны жаулауға кірісті. Тәулігіне 2 сағат ұйықтап, жаяу жүріп, Галина Бланка қатқан дәмдеушін ыстық суға салып ішіп, атақты жеміс бұрыш арқылы 7-8 пәтерді ауыстырып, ТВ-дан бизнестің тұрақсыз айлығын жылдап күтіп, сценарийлерді қарша боратып жүргенде жанына жақын тартқан адам табылмады. Ол да тура Перизат сияқты еді. Миы мен еңбекқорлығы бар, сырт сымбаты бар, ақыл ойы, жұмысқа деген құштарлығы бәрі Перизаттың іздеген сияқты көрді. Сөйтіп Перизат Айдарға байланды да қалды. Айдардың да жасы кіші, бірақ мысы болып тұратын еді. Перизат оған ессіз ғашық екенін айта алмады. Ауызбен айта алмаған шығар. Бірақ Перизаттың ғашық екенін көзі бардың бәрі көрді. Айдарда. Ұнатқан адамы үшін айдалуға ұмтылған Перизатқа Айдардың ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Айдар жүр десе жүріп, тұр десе тұрамыз. Ол құдіретті музаға айналды. Ол сен жазаласың, сенен басқаның жазғанын оқи алмаймын десе болды. Күн демей, түн демей, ауырдым демей, ашпын демей жаза беруге дайын еді. Керек болу керек деген ой ұранына адал Перизат Айдарға керек болудан артық бақыт жоқ деген жаңа мақсат тапты. Айтқан соң адалынан айту керек. Айдар емеурін білдірген емес. Бірақ бұл нағыз махаббат деп ойлаған Перизат пен мен жоқты бар деп санадық.
Нағыз махаббат таңертеңгі бірінші ой, жатар алдындағы соңғы ой деген әдемі сөзді жаттап алдық та Айдармен ойша жұп болып, ойша бақытты болып, ойша бірге қартайып бара жаттық. Жоқ, шынында солай еді ғой. Көзі ұйқыға кеткенше Айдар екеуінің мінсіз болашағын елестетіп, таңертең көзін аша салысымен Айдарсыз тағы бір таң атты деп қамығады. Сонымен не керек Айдарға жауапсыз ғашықтықтың екінші жылы. Мэл агенттің дүрілдеп тұрған кезі. Әдеттегідей таңға дейін сценарий жазып, кеңседе қамалып отырған Перизаттың агентіне біреу тықылдап достық жіберіп қоймады. Таңғы 4 шамасы. Әдетте бөтен аккаунттарды қабылдамайтын Перизат тықылдап қоймаған жаңа досқа қабылдауды баса салды. Ол әңгімені төтесінен кірді. Мен ауылдың оқымаған жігітім. Менімен сөйлесуге қалайсың? Жігіттердің желбуаз мақтан көпірме көпшік әңгімелерін жиркене қарайтын Перизаттың аузы ашылды да қалды. Ал сөйлесейік. Сол түні Перизат орынбасардың жыры басталды. Бірінші күні киноға шақырды. Брэд Питт түскен «Человек, который изменил все». Перизаттың көзінің қиығымен бір қарап орынбасардың күйін түсінді. Фильмнің не туралы екенін ұғып та тұрған жоқ. Бірақ қыз үшін тапжылмай 2 сағат көрді. Екінші кездесуге бір құшақ гүлмен келді. Дайын тұрғанына біраз уақыт өткен букет екені шаң-шаң орамасынан көрініп тұр. Бірақ жігіттің тұрысуы шаңды сүртіп кетті. Перизат үшін ықылас маңыздырақ еді. Әлі де сол ғой. 3-ші кездесу, 4-ші кездесу, 5-ші кездесу орынбасар достармен отырысқа алып барды. Перизат оларға, олар Перизатқа ұнаған жоқ. Бірақ орынбасар 6-ші кездесуге келді. Перизат, осы жерден тоқтайық, мен қазір қарым-қатынас кездесуге қолым тимейді. Үлкен жоба жүріп жатыр. Мүмкін 1 айдан соң хабарласармыз, деді. Орынбасар тура 30 күннен соң SMS жазды. Тағы да кездесулер. Орынбасар нағыз жігітке тән салмақтылығымен, мәрттігімен мені жібіте бастады. Бірақ сыйластықтан басқа, жақсы адамға деген құрметтен басқа сезім жоқ. Аңсарым Айдар болса да, оның суықтығынан шаршай бастаған шағым. Оның үстіне Перизаттың жасы 27-ге қарап қалды. Әкеден бастап дүниедегі сатушыға дейін неге жігітің жоқ? Шалбар кигеннің бәрімен таныстыра бастаған кезең. Жұмыс гүрілдеп, бірнеше жоба қатарынан келіп, формат ойлап табу мен сценарийдан шаршап тастаған шақ. 21 наурыз. Перизаттың сүйікті әншісі Земфира Алматыға келіп концерт беріп жатыр. Бірақ нағыз фанат үшін сирек кездесетін бақыт. Перизат билетті 2 ай бұрын сатып алған. Сөйтіп концертке дайындалып отырғанда орынбасар хабарласты. Концертке мен апарып тастайын. Перизат келісе қойды. Көлікке мінген соң орынбасар, ертең наурыз ғой. Менің тәтем анасы саған арнайы наурыз көсе пісіріп алып келіпті. Дәм ауыз десең деп сені күтіп отыр. Соғып кетейік деп өтінді. Концертке дейін 3 сағат уақыт бар ғой деп Перизат тағы келісті. Көлік қаланың сыртына шықты. Перизат алаңсыз артқы орында отыр. Қаладан 50 шақырымдай асқанда орынбасардың достары мінген көліктер бірінен соң бірі жанымыздан зу ете қалды. Перизат сол кезде барып түсінді. Орынбасар алып қарғышып бара жатыр. Айғай, сүрен, алыс-жұлыс, қорқыту, боқтау.
Перизат тас жолдың үстінде көліктің артқы есігін ашып секіріп кете жаздады. Орынбасар қол аяқты қысып ұстап телефонды тартып алды. Перизаттың өтінгенде, жылағанда, жалынғанына да қараған жоқ. Орта жолға жатқанда Перизат шаршады. Көліктің артында сұлық отырды. Сол түн ортасы ауа ауылға жетті. Жан жақтан қаумалаған адам. Көліктен шықпаймын деген Перизатты жұлқылап шығарды. Босағадан аттамаймын деген Перизатты үйге итеріп кіргізді. Әжесі келіп, ақ орамалды жаба салды. Өз еркіңмен келдім деп хат жаздырды. Бәріміз осылай келгенбіз деп көпірген қатын-қалаш. Бақытты болып кетесіңдер деген көпірген еркектердің. Жалыққан Перизат, не қыласыңдар, оқылыңдар, тек үйіме хабарлаңдар деп жатып қалды. Оның алдында сценарий жазам деп 2 тәулік ұйықтамаған, мынандай арпалыспен күн өткізген Перизат шешім қабылдайтындай шама жоқ еді. Менің жалғыз арманы тезірек тыныштық орнаса екен. Тыныштық орнады. Мен үнсіз егіліп жатырмын. Мына ессізге сену мүмкін емес. Мұның бәрі елес түс. Дені сау адамдар бұлай істемейді. Сүймеген адамға ешкім зорлап қоспайды деп өзімді жұбаттым. Төргі бөлмеде ащы суға қызып алған жұрт, жастар бақытты болсын деп дарылап жүр. Таңертең ала-сапыран қайта басталды. Ауылдағы жалғыз телефонмен әке-шешеге хабарлау. Әкесінің қуанышында шек жоқ екені даусынан түсінді. Түнімен телефон күзеткен сіңлісі Бекзат қалғанының дұрыс емес деп трубканы қоя салды. Алматыдан 400 шақырым жерде. Айналасында туған да таныс та жоқ. Перизат жалғыз қалды. Содан құдалыққа дайындық басталды. Ауылдан шыққан жалғыз көлікке 7 адам мінгесіп Алматыға аттанды. Үлкендері Қарағандыға жіберді. Сол кезде ғана миы тыныққан Перизат бар ерік-жігерін жинап, орынбасар, мені үйге апарып таста, мен саған тұрмысқа шықпаймын. Алып қашқаныңды, маған өтірік айтқанды ешқашан кешірмеймін деді. Де үйіне кетіп қалды. Тыныштық орнады. Тағы да уақытша. Ертеңіне және одан кейінгі 1 ай бойы телефонға тыным жоқ. Орынбасар жақтан, Перизат жақтан хабарласпаған адам қалмады. Қосылыңдар, ұят болады. Жұрт не дейді? Әлақ сүйіп кетесің. Перизат жалғыз сенері мен сүйері Айдарға жалтақтады. Ол әдеттегі суықтығынан танған жоқ. Анталаған жанашырмен жалғыз өзі бетпе-бет қалған Перизат өзімнің даусым естімеді. Өмірімде бірінші рет және соңғы рет Перизат шешім қабылдамады. Ақыл айтып анталаған жанашырлардың шаршап кеткен сонша тағдырдың тізгегін ұстата салды. Мені тыңдауға мұршасы жоқ. Мен өксігімді айналасының шуылы аяусыз басып бастады. Отбасын құру деген өмірлік жауапкершілігі 70 пұт шешімді басқа адамдар қабылдады. Жаны басқа, жазуы басқа адамдар Перизаттың өмірлік сценарийна редакторлық жасады. Сондықтан Алланың алдына барғанда қандай өтінішің бар десе, Перизат ойланбастан біреудің өміріне мұрын тығатын тыраштанғыш жанашыр адамдарға арнайы жаза ойлап тапшы дер еді. Шариғат Алла адамның маңдайына жазу жазды дейді. Сол жазу сенің өмірің қалай басталып, қалай аяқталатын, қай жолдар арқылы апарарын шешедіміз. Ал өзі атеист санайтын ғалым Андрей Курпатов атақты Қызыл дәрі кітабында адамның өмірі
ми деген бағдарлама арқылы басқарылады. Ми не істеймін десе, қалай істеймін десе, солай болады деген үкіммен айтады. Ми маңдайда тұр. Бағдарлама деген жазу. Сонда дін де, ғалым да адамның тағдыры бас деген қауашақтағы жазуға байланысты деп тұрғын. Демек, қазақ атам айтқан, жазмыштан озмыш жоқ, жаны бар сөз. Маңдайға жазған көрерсің. Жазу ұнамай жатса, өзгертуге тырысасың. Өйткені адамзатқа берілген ең ұлы сый таңдау еркіндігі. Жаратқан берген таңдау атты сыйды екі аяқты пенде алып қайғысы келді. Өзінің таңдауымен жүргісі келеді. Сөйтіп Құдай болғысы келеді. Сондықтан перизат үшін ең ауыр қылмыс біреудің таңдау еркіндігіне қол сұғу. Біз онсыз да көп маңызды дүниені таңдай алмаймыз. Жынысымызды, әке-шешемізді, қай заманда өмір сүретінімізді, ұлтымызды, туатын жерімізді. Бұның бәрі аздай кімді сүйіп, өмірімізді кіммен өткіземіз таңдай алмасақ. Сордың сор емес. Онсыз да ең басты дүниелер біз үшін шешіліп қойған. Құдай шешкен. Оған қарсы тұрмақ қауқар жоқ. Ал қалған мәселе неге басқа адам біздің өмірімізге қатысты дүниелерді шешу керек? Апарарын шешеміз. Ал Әлқиса перизат пен орынбасар некесін қиып, бір шаңырақ астында, бір төсектің үстінде бір өмір сүре бастады. Әуелде перизат менің үнімді мүлдем тұншықтырып, қоғам дұрыс деп бекіткен қағидалармен өмір сүру деп шешім қабылдады. Маған Айдарды ұмыт, қайтсең де орынбасарды қабылда деп ақырды. Мүмкін осылардың айтқанын істесем керек болармын, таңдаулы болармын. Жұрт айтатын бақыт деген осы шығар. Мен ғана шығармын адасып жүрген деген ой басым түсті. Демек, осындайға ғана лайықпын. Перизат махаббатқа, сүйгеніне қосылуға, бақытты өмірге емес, жай ғана тіршілік шешуге туған шығар. Деген ой шырмауықта шырмады. Бұл ой қамаудан құтылғысы келген перизат жұмысқа басымен кіріп кетті. Күн-түн түсірілімде, монтажда, сценарий жазуда, іс-сапарда, үйге келмеу. Орынбасармен жеке қалмаудың қамы. Бірақ жеке қалғанның өзінде ашылып сөйлеп, ақтарылып сырласпады. Қабағы ашылмады. Қатты да қалды. Іші толы өкпе-реніш. Оның бәрін орынбасарға алғашқы күннен ашып айтты. Мен бәрін де кешірем. Тек сатқындықты кешіре алмаймын. Ал өзіме қарап тұрып өтірік айту, жылатып алып қашу, сатқындық ешқашан кешірмеймін. Көнсеңіз осы, көнбесеңіз де осы. Орынбасар үнсіз тыңдап, құр бас шұлғи береді. Дұрыстап кешірім де сұрай алмады. Перизат орынбасарды ақтап алуға күш тапты ғой. Махаббатпен емес, тұрмыс үшін ғана бас қосатын ортада өскен. Бақытты жұптың үлгісін көрмеген жігіт. Көргені сол, түйгені осы, көнген өзім. Сол реніштерден жоқ тынымсыз жұмыс қажытты ма әйтеуір аяқ астынан белі қат ауырып жүре алмай қалды. Қабырғаға жағалап, дәретханаға әрең жетеді. Бірден 12 келі арықтады. Дәрігерлер ұзақ уақыт екі бүйректі емдеп, антибиотиктердің түр-түрін салды. Оған тәуір болған перизат жоқ. Соңғы ауруханада ғана бас дәрігер компьютерлік томография жасатып, жанын қинап жүргізбей жатқан бүйректер емес, арқадағы протрузия екенін анықтады.
Ал психоматика арқаның ауруы адамның арқа сүйер ешкімі жоқ екенін, ешкімге сене алмайтынын алға тартады. Тәннің өзі перизаттың бұл шешімге, бұл жүрісіне разы емес екенін көрсетті. Бірақ айналасына өзіне өзі ерегісіп алған перизат тағы да тістене түсті. Сөйтіп, жанымен арпалысып жүргенде арада 2 жыл зу ете қалды. 3 күннен кейін көргеде үйренетін пенде ғой. Сүймейтін адамның жанында тіршілік кешуге икемнің еті үйренді. Жұмыста баяғы таңдаулы керек қалпына келді. Бірі аяқталса, бірі басталып жатқан республикалық, халықаралық деңгейді мега жобалар. Бастығы мегамозг атап, кәсіби орта түгел мегамозг деп танып алған. Атаң түйе ауырсынатын жауапкершілік. Жеке өмірде тыныштық сүйіп кете алмаса да күйеуі бар. Бауырлары қасында, әке-шешесінің көңілі жай тапты. Денсаулық дұрысталды. Ал орынбасар шыдамдылығымен өкпе реніштің сенің бұза бастағандай болды. Бар қалауым Айдардың бір ауыз жылы сөзі. Бір жылы көзқарас болса да, орынбасар қой аузынан шөп алмайтын момындығы, отбасына деген адалдығы, еңбекқорлығы таразы басым тарта бастады. Жақсы жар деген сол емес пе? Еңбек етсе, тамақ тапса, үйге келсе, артық жүріс тұрысы болмаса, ұрмаса, соқпаса, боқтамаса, екі жаққа бірдей болса, ортасында абыройлы болса, одан артық не керек? Бұдан артық бірдеңе сұрау көпірлік емес пе? Жұртта бұл да жоқ. Сүйі деген не тәйгері? Бір күн бар, бір күн жоқ. Ал сенімді еркек қамсыз кәрілік. Шыдауға болады. Перизаттың миы мені осылай азғырды. Осы ойлар әйелді ғашық қылмаса да, мұз боп қатқан көңілді жібіттіп, екеу ара жылы қарым қатынас орнатуға бет алды. Сүйдіре алмаса да сыйлата алды. Осы тұста баяғы таңдаулы болсам, мен керек болсам, бас көтерді ғой. Өтелмей қалған балалық қажеттілік тағы да өз дегенін қылды. Әлемде әйтеуір бір адам мені керек қылып тұр екен. Неге соның үмітін ақтамасқа? Неге соның дұрыс жары болып баласын өсірмеске? Менің тағдырым, миссиям осы шығар. Менің бақытым біреудің бақыты қылуда шығар. Мүмкін шынайы сүйіп кетермін. Үміт. Әйтеуір бір бақытты боламын деген сенім. Ертең бақытты болу үшін бүгінгі күнді құрбан етті. Жалған ұран. Сол жылылықтың құдірет күрделі өзгеріс әкелді. 4 жыл тұрмыста бала көтере алмаған перизат ішінде менімен қатар екінші жүрек соға бастады. Жұрттың бәрі жабылып, Құдайдан сұрап алған сәбидің аты Әдия бегім деп қойылды. Әкесінің көшірмесі. Оқыған